Бүгін біздің ұлттық валютамыз 25 жасқа толып отыр. Еліміз тәуелсіздігін алғанына 2 жыл толмай жатып, 1993 жылы 15 қараша күні теңгені ресми түрде ақша айналымына енгізді. Сол себепті осы бір айтулы күн отандық валютаның дүние есігін ашқан күні болып есептелінеді. Осы орайда теңге туралы бірнеше қызықты деректер ұсынамыз. Теңгенің ең алғашқы дизайны қалам, калька және туш арқылы салынды. Өйткені әрлеушілердің қолында бұдан басқа ешқандай құрылғы болмаған. Ең алғашқы банкнотаның эскизін жасаған Тимур Сүлейменов есімді азамат. Бұл процесс Лондон қаласында 1992 жылы орын алған. Ал номиналы 1, 3, 5, 10 және 20 теңгені құрайтын қағаз банкноталарының авторы Олег Митюхин есімді азамат. Әртүрлі номиналды құнды қағаз беттерінде Әл-Фараби, Сүйінбай Аронұлы, Құрманғазы Сағырбайұлы, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы сынды біртуар тұлғалармен қатар қазақтың атақты хандары Әбілқайыр хан және Абылай ханның бейнесі бейнеленген болатын. Теңгенің бірінші топтамасы Harrison and Sons, яғни Harrison және ұлдары фабрикасында Лондонда басып шығарылды. Ал 2, 5, 10, 20 және 50 номиналды тиындар ең алғаш Германияда жасалған. Номиналы 1-ден 300 теңгеге дейінгі банкноталарды елге жеткізу үшін 4 дана Ил-76 ұшағы қажет болған. Тасымалдаушылар ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауымен Лондон мен Орал қалаларының ортасында 18 әуе сапарын жасаған. Қазақстанда ақша басып шығаратын өз фабрикамыз 1995 жылы ашылды. Соның арқасында Қазақстан ерекше, атаулы күндерде мерекелік банкноттар шығару мүмкіндігіне ие болды. Дәл осы жылы Абай Құнанбайұлының 150 жылдығына орай алғаш күміс тиындар жасап шығарылған болатын. Ұлттық валютаның атауына сом, ақша, алтын секілді атаулар бақталас болған. Яғни теңге атауымен бірге осы нұсқаларда таңдауға түскен. Тіпті соңғы жылдары ұлттық валюта атауын алтын деп өзгерту жөнінде ұсыныстар айтылған еді. Дегенмен әзірге құлағымыз үйреніп қалған теңге атауы азды көпті 25 жыл бойына өзгермей келе жатыр. Теңге жалған ақша жасаушыларға қарсы тұра алатын әлемдегі ең қауіпсіз валюталардың бірі болып есептеледі. Америкалықтар теңгенің технологиясына сүйеніп, доллар қауіпсіздігін күшейткен. Чего? Доллар? В жизни не видел доллара. Ни у кого нет доллара. Покажите доллар. Это он. Какой красивый. Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар. Ал доллардың тарихы біз білетіндей 18 ғасырдан бастау алады. Теңге банкнотасы қауіпсіз болғанмен қатар 3 рет 2011, 2012 және 2013 жылдары дүние жүзіндегі ең үздік қағаз ақша ретінде танылды. Міне, ұлттық валютамыздың еске түсіретін ерекше қасиеттері дәл осындай. Баршаңызды ұлттық валютамыздың мерекесімен және қаржыгерлер күнімен құттықтаймыз. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар.